Полиция департаментінен тәрбие және кадр жұмысы басқармасы бастығының орынбасарымын. Фамилиям Балқожаев, есімім Асқарова. Жұмыс оқушыларсыздар, иә? Қазіргі таңда білуге естіп жатсыздар. Топтық төбелес деген білеміз ғой бәріміз, иә? Мектептерде, басқа облыстардан естіп жатырмыз, әлеуметтік желілерде көріп жатырмыз, шығып жатыр. Осы жоғары сынып оқушылар болсын, қыздар болсын, ер азаматтар болсын, осындай жағдайда естіп жатсаңыздар, біліп жатсаңыздар, хабардар болып жатсаңыздар, полицияға, мектеп инспекторына хабар беріңіздер. Ол хабар бергендеріңіз сіздер басқаша түсінбеңіздер. Яғни сіздердің хабар бергендеріңіз осы жерде бір сыныпта оқып жатқан оқушыларыңыз не болмаса бір мектепте оқып жатқан оқушылардың арасында қайғылы жағдайда алдына алу есептеледі. Сіздерге мен болмас үшін түсіндірме жұмыстарын жүргізуге келіп тұрмын. Яғни, құрметті оқушылар, топтық төбелестерді біз алдын алуымыз керек. Сіздер ол үшін не істеулеріңіз керек? Біздің мектеп инспекторларымен тығыз қарым-қатынаста болуларыңыз керек. Сіздер осы мектеп инспекторларымен болмаса 102 қоңырау арнасына қоңырау шалып, уақытында дер кезінде алдын алуға сіздерде көп мүмкіншілік бар. Өйткені неге? Сіздер осы жерде оқушылармен тығыз қарым-қатынас, бір-бірлеріңізді танисыздар, күнделікті 8 сағат, 6 сағат осы жерде бірге отырасыздар, бір-бірлеріңіздің қыр-сырларыңызды білесіздер. Осы жердегі болып жатқан әңгімені сіздерден басқа ешкім артық білетін ешкім жоқ. Сол себептен осы жерде естігендеріңіз болса, білгендеріңіз болса, алдын алып айтыңыздар. Осындай болашақта жақсы боламын, болашақта өсемін, болашақта өнемін, болашақта қызмет жасаймын, елінің үмітін ақтаймын десеңіздер, не керек? Біріншіден осы тәртіп керек. Бауыржан атамыз тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деді. Осы сіздерге бөлінген қалалық полиция басқармасы мектеп инспекторымен тығыз қарым-қатынаста болыңыздар. Соларға бірдеңе естіп жатсаңыздар, келеңсіз жағдай орын алып жатса, алдын алу мақсатында сол инспектормен байланысқа шығыңыздар. Осы оқуларыңызды бітіргеннен кейін, мамандық иесінің дипломын алғаннан кейін біздің полиция қызметкері болуға шақырады. Яғни иықтарыңызға погон тағып, офицер атанып, осы елдің тәртібіне үлес қосамын, елдің үмітін ақтаймын дейтін азаматтар және азаматшылар болса, біздің полиция департаменті кадр және тәрбие жұмысы басқармасына хабарласуларыңызды сұраймын.